О. Қар жауған әдемі да. Бірақтан мен қар жауған сайын жыным келеді бар ғой. Кешек міне мынан бәрін күрегем. Үйдің үстін күрегенбіз, короче. Әдем қылып қойғанбыз, сонда да қайтып үстінен қар жауды, сонымен қайтып күре деп тұр ғой, короче. Оппо. Шықасың ба? Мынақа біреу машинасын қойып кетті. Даридің қазір машина қалай дейтін тексереміз. Шық давай. Ой. Бере бер алдыға. Ой, не істеп атсың? Дыға салсай. Солға. Қара қағаз мынау. Өткенде бір кісілер шақырғам. Бәрі нормально ма көресаңыздар деп. Кішкене қара қағаз жабыстырып жіберуге де болады екен деді, сонымен жабыстырыңыздар дедім. Ертең көктемде су кетіп бірдем сеуіп атса, ұят қой. 300 миллион деп сонша айқалап айтқан үй осы ма демесін деп жатыр. Қысқасы сол, қалайсыздар? Қайырлы күн болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, бар жақсылықты тілеймін. Құдай қаласа, мына үй біреуіңізге бұйырсын. Оны оқушыларға айтып жатырмын. Сол, бастаймыз ал. Last Christmas, жананай деген тұр ғой. Добрый день. Шынан мына жаққа тастап кеткем 2 күн болып тұрғанына. Қар басып. Bir çay sürteyim. Sürt o. Evet. Ben öyle katып қалмаған ғой. Маған қыс енді келіп жатыр. Баллондарын ауыстырып. Кім мен сияқты кеш ауыстырады айтыңдаршы. Қар жауып, бір-екі рет тайып, содан кейін ауыстыру керек та мағанша. Негізі алдыңғы привод деген жақсы екен. Смело жүрім летнийдің өзімен. Бірінші локация бітті. Қарын ашып кетті. Завтрак ішпегенбіз ғой. Яқты қайтып бара жатыр. Милена. И брат. А? Марат бауырым бар. Мен ол Марат. Яқты Қайсар. Мынандай студия күшті. Мәкеңмен түсірдік. Қазір тағы түсіреміз. Біздің кезде бұны тақта болмады ғой. Рахат екен қарасыңдаршы. Күшті. Отметить ете аласың, линейка аласың да қолдана саласың. Сағат 10-дарда ма? 5 минут жата тұрайын деген ғой. Тұрып қалсам 2 ғой. Ой, мынаға кім қатын. Крэмбл куки. Шығам мынаға. Құлақ қамайын ба? Құласам қарға құлайым ғой бұл жерден уже. Шығып алайыншы. Кеше телефон бастаған мен. Короче, қара қағаз бітіп қалды я Макс уже? Қара қағаз жабыстырып. Короче, кірген адам проблемасы кіреді ғой. Негізі жабыстыру керек те жоқ етін. Макс айтты, жабыстырып жатыр. Айтпақшы, біреу білет, біреу білмейді. Біздің төбеден андай солнечный неміз бар, батарейкаларымыз бар. Энергияны, короче, күннен алады. Бұл эконом үшін ғой, үйге көп не кетпесін деп. Кешеден бері менен сұрап жатыр, оқуға тіркелу жабылып қалды ма деп. Жоқ, оқуға тіркелу ашық, бірақтан сыйлық бітіп қалды. Бітіп қалды дегенде айттым ғой, өткенде 150 миллион теңге сыйлық деп. Вот 150 миллион теңге сыйлығын беріп тастадық.
Ол ақшалай сыйлық болған етін. Ал қазір оқуға тіркелгендер үйдің ұтысына қатысады, және де оқуға қатысады, ал ақшалай сыйлық болмайды. Жаңа дөңгелекті алып тастадық, өйткені ақша бітті деген сияқты ғой, короче. Сол. Айтпақшы, оқу 15 күні басталады уже. Сіздерге SMS келді ғой, сол SMS-те ссылка тұр, логин парольдарыңыз тұр, сонымен кірсеңіздер, сол сайттың ішінде оқу болады. Полный 150 миллион теңге жіберіп тастады дегенге, менің әлі сыйлығым, дөңгелектен түскен сыйлығым түскен жоқ деп жазып жатыр. 150 миллион теңгенің барлығының егесін анықтап қойдық. Бірақтан әлі бір 10% адамға сыйлықтар жеткен жоқ. Неге? Өйткені лимит болып қалыватыр Каспий Голдта. Егелер анық, сіздерге дөңгелектен сыйлық түсетін болса, барлық ақшалай сыйлық қой енді. Сіздің сыйлығыңыз Каспийіңізге түседі. Уайымдамаңыздар, бізде бүкіл список бар, кімге қанша теңге түскен. Просто лимит болып барлығына жіберіп жатыр. Сол айтайын деген, уайымдамаңыздар. Егер сыйлықтарыңыз жетпей жатса, онда әлі сіздерге жеткен жоқ деген сөз ғой список бойынша.